Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қол жетімді, жұмсақ, әрі нәзік торттың рецептімен бөлісемін. Каналыма подписка жасап, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Ең бірінші қоржын дайындаудан бастаймыз. Бізге ол үшін бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа қажет. Венчиктің немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Үстінен 1 банка сгущенка қосамыз. Сгущенкада бөлме температурасында болғаны дұрыс, сонда біздің қоржынымыз жақсы көтеріледі. Үстінен 200 грамм ұнды қосамыз. Духовканы алдын ала 200 градусқа қыздырып қойыңыздар, өйткені бізде тесто тез дайын болады. 10 грамм бізге қамыр қопсытқыш, яғни 1 шай қасық қажет. Осы ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Комочка қалмауы қажет. Осы массамыздан бізде 6 корж шығады. Осы дайын массамызды енді пергаментке жайып шығатын боламыз. Мен тарелканың көмегімен осылай дөңгелек сызып шықтым. Осы дөңгелектің үстіне үлкен қасықпен массамызды құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Масса, яғни тесто дөңгелектен асып кетсе ештеңе етпейді. Артық корждарды кесіп алып, үгітіп, оны әсемдеуге жұмсайтын боламыз. Духовкада 200 градуста 4-5 минутта пісіп шығады. Корждарымыз дайын. Осылай пергамент қағазынан оңай әрі тез алынады. Жақсы сапалы пергамент қағазын алуға кеңес беремін. Мен поклан қағазын қолданамын. 2-3 рет қолдана берулеріңізге болады. Мен осылай артық корждарды кесіп алдым. Ол артық корждар бізге керек болады. Әсемдеген кезде креміне бізге 700 грамм сметана және 100-120 грамм қант қажет. Қант ергенше жақсылап араластырамыз. Сметана 20%-тен жоғары болу қажет. Осылай дайын кремімізді коржға 4-5 қасықтан біркелкі етіп жайып шығамыз. Сыртына дейін, шетіне дейін жағудың қажеті жоқ, өйткені крем сұйық болғандықтан сыртына ағып кетеді. Осылай сборка жасаймыз. Мен торттың бетін осындай вафельная крошкамен әсемдеп шықтым. Кондитерский магазиндерде сатады, ал жан-жағын үгітілген корждармен әсемдеп шықтым. Тортымыз тоңазытқышта ең аз дегенде 3 сағат тұруы қажет. Сонда біздің корждарымыз өте жақсы көтеріледі және жұмсақ болып шығады. Тортты жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.